тігін машиналары. Есіктер ерте кездегі кіруге болмайды деп жазып қойыпты. Есіктердің тұтқалары екен бұлар ерте кездегі. Сіңген кранттар, тарихи кранттар, есік қағатын ескі ұстағыштар. Бұл волтметрлер сияқты вакуум тюб волтметр дейді. Бір кездерде болт осымен өлшеседі. Қазір бәрі механикада. Резистор өлшегіш, капаситанс, резистанс өлшегіштер. Қазір қалай ыңғайлы. Сол кездерде осымен өлшеп, қаншама зат, қаншама нелер өндірді. Қазір қаншама оңай. Есеп машина дейді. Калькулятор. Қандай қиыны? Бұлай қағазбен шығарады екен. Қағазбен шығарады екен бірде. Транзистор және диод тестер дейді. Пап генератор дейді. Сигнал генератор. Қазір біздің сигнал генераторларды қарам. Ертегідегі сигнал генератор. Осциллоскоп дейді. Осциллоскоптар. 1970 жылдарда дейді. Германияда өндірілген екен. Multi hesap makinesi дейді. Yani есеп машина. Әртүрлі. MBAP есеп машинасы. Калькулятор. MBAP калькулятор. Конденсерчик дейді. Конденсаторларда тексеретін аппараттар. Сигнал генератор дейді. Нағыз электронишілердің заттар екен. Осциллоскоп дейді. Осциллоскоп ерте кездің тамаша. Көргеніміз қандай тамаша болған. Мынау да есеп машина екен. Бір қазір 1960 жылдардағы, 1940 жылдардағы есеп машиналар екен. Калькуляторлар. Плюс дейді маркасы, Precise дейді. Қазір олардан қалдым екен. Российский Феликс де бар екен жерде. Трюмпатор дейді. Мелитта дейді. Сол кездегі маркалар. 1912-1920 жылдардағы есеп машина. Тейлс тарапынан өндірілген, Германияда өндірілген екен. Bell punch дейді. Чек макинесі дейді. Чек. 1950 жылдары өндірілген екен. Бұл не? Бұл не зат? Осциллограф екен. Нағыз осциллографтар бір кездердегі технология. Жылдай жазылмаған бірақ. Бұл не? Телескоп. Шағыстыратын телескоп дейді. Бірақ Микош нағыз инженер болған кісі екен ғой. Келесі бөлме. Бұл жақ салмақ өлшегіш сияқты. Хава помпасы дейді. Насос сияқты. Бұл не? Меркез күветін көстерін деней әдетеді. Орталық салмақты өлшейтін тәжірибе әдеті дейді. Құралы. Бұл не? Миллиампер метр дейді. Фаукс Аппель шіркет тарапынан өретілмештір дейді. Фаукс Аппель жаңа өндірілген екен. Термограф.
Sıcaklığı diyagram üzerine devam olarak kaydetmek için kullanılır deydi. Жылулықты өлчегіштер сияқты. Барометрлер. Бұл не? Tüp master дейді. Precision. Batarya testleri. Tüp and batarya testleri дейді. Yani akkumulятөрлер, батареяларды тексеретін аппарат. 1947 жылдары өндірілген, Америкада өндіріліпті. Ayak yansıtıcı teleskop дейді. Güneş sistemi modeli дейді. O күн системасының modeli. Одан Уэлл Харборг өндірген екен. Бірақ не екенін жазбаған. 1950 жылдар өндірген екен. Телескоптар екен ғой. Микроскоптар ғой. Спенсер микроскоптар. Қалайды. Pusula дейді, компас яғни. Мынау циркуль. Әдемі, тамаша.